Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен дәл осындай дәмді әрі күшті, керемет, жұмсақ медовый торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте оңай әрі тез жасалатын рецептісі. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Мен бұл тортты арнайы өзімнің қайыныма жасадым. Бұл өте керемет, өте жұмсақ, әрі дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаған болса, менің каналыма комментарий ретінде жазып кетсеңіздер болады. Міне осылай кескен кезде осындай өте әдемі көрінеді, өте жұмсақ болып шықты. Ең алдымен бізге 4 жұмыртқа қажет болады. 4 жұмыртқаны кішкене ғана тұзбенен жақсылап миксерлеп аламыз. Сары майымызды ерітіп аламыз. Мұнда менде 200 грамм сары май, маргаринді де қолдансаңыздар болады. Мен мұнда 270 грамм бал қостым. Магазиннің балы менде кәдімгі жарты қасық, шай қасық сода мен уксус екеуін араластырып, қосып жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы ерітілген сары майымызды осылай салып араластырып аламыз. Енді ұнды 300 грамм қостым. 300 грамм ұнды 2 бөлікке бөліп саламыз. Тағы екінші бөлігін салған кезде кішкене қоюлана бастайды. Неге осындай масса шығады? Сіздерге бір лайфхак болсын. Егерде осылай ыдыстарыңызды противенге салған кезде көтеріп кете беретін болса, оны су болып тұрған противенге пергамент төсесеңіздер ешқандай да жылжымайтын болады. Осылай тегістеп аламыз. 180 градуста 35-30-25 минут пісіріп аламыз. Мұнда менде сливки мен крем-чиз және де құмшекерді араластырып, қою масса шыққанша араластырып аламыз. Мұнда пісті ковштарымыз. Оны 2 бөлікке бөліп, кремдерімізді жағып, тегістеп, тортқа дайындап аламыз. Құмшекерді тәттілігіне қарай қоссаңыздар болады. Мен көп қосқан жоқпын, өйткені ковштарымыз өз тәтті болды. Сол үшін де 100 грамм жеткілікті болды маған. Дәл осылай үстінен екіншісінде қойып, 4 бұрышты торт жасауды ұйғардым. Сол үшін де осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Жақсылап тегістеп, шпательмен, спатуланың көмегімен жақсылап тортты тегістеп аламыз. Енді қалауларыңыз бойынша түрлі форма жасасаңыздар болады. Мен осындай насаткамен кішкене гүлдің формасын жасап, оған клубника, мяталарды қосып, шоколадпенен әсемдеп, дәл осылай надпис жасап, өте дәмді, өте ерекше болып шықты. Назарларыңызға рахмет.